Ассалаумағалейкум оқырмандарым, бүгін мен сіздермен ерекше пирог рецептісімен бөліспекшімін. Бұл пирогтың ерекшелігі ешқандай духовкасыз дайындалуында. Бізге қажет заттар: ұн, сүт, маргарин майы, какао, қант, жұмыртқа және қопсытқыш. Ең алдымен орташа отта тұрған табамызға маргарин майын салып ерітіп аламыз. Май ерігеннен кейін табамызды оттан аламыз. Одан кейін үстіне қант және 2 жұмыртқамызды салып толықтай араластырамыз. Қантымыз толықтай еруі қажет. Кейін какао ұнтағын қосып, біркелкі массаға келтіріп араластырамыз. Келесіде сүтімізді құйып, тағы да толықтай араластырамыз. Қою массамыз бен сүтіміз біркелкі толық болып араласуы керек, себебі ұн салған кезде оңайырақ болады. Дайын болған массамызға ұнды қопсытқышты қосып, толықтай араластырамыз. Массамызда ешқандай түйіршіктер қалыптаспауы керек, себебі ол піскенге әсер етеді. Күрекшенің орнына миксер немесе венчик қолдансаңыздар да болады. Пирог массасының сұйықтығы видеода көрсетілгендей қасықпен алғанда үздіксіз ағып тұру қажет. Қажет болса ұн қоссаңыздар болады. Менде қара қоңыр түсті какао басым болғандықтан пирогтың түсі қаралтым болып тұр. Енді осы дайын болған массамызды орташа отқа, газге қоямыз. Пісуіне шамамен 20-25 уақыт кетеді. Дайын болған пирогты ағаш шпажкамен тексеруге болады. Пирог дайын бола сала, бетін осылай ағаш шпажкамен немесе сіріңкемен тесіп шығамыз. Пирогты суытпай тұрып, бірден үстіне сүтті құямыз және де сүттің толықтай сіңгенін күтеміз. Сүтіміз толықтай сіңгеннен кейін бетіне шоколадты ганаш құямыз. Қосымша миндаль үгіндісімен немесе басқа да орех үгінділерімен әрлесеңіз болады өз қалауыңызша. Бұлай да өте дәмді болып шығады. Бұл пирог нағыз табада піскен брауни болып шығады. Какаоның әсерінен кішкене қаралтым болғанмен дәмі өте керемет, сондай жұмсақ, нәрлі болып шығады. Құрғақ емес, қонақтар келген кезде өте жылдам дайындалатын және көп ингредиентті қажет етпейтін пирог. Назарларыңызға рахмет, ас болсын.